Баяғыда бір қалада Бел есімді сұлу қыз өмір сүріпті. Бел кітап оқуды жақсы көретін, арманы көп қыз еді. Белге сол қаладағы Гастон есімді жігіт жұп болуды ұсынады, алайда Бел оны ұнатпайтынын айтып, үйіне қарай жүгіріп кетеді. Бел жалғыз кәрі әкесімен тұратын еді. Әкесі өнер тапқыш адам тұғын. Белдің әкесі қалаға қарай сауда жасауға аттанады. Жалғыз атқа мініп қараңғыда кетіп бара жатып, адасып, сарайға тап болады. Бұл сарайдың иесі сиқырланған құбы жоқ еді. Ол ашуланып Белдің әкесін қараңғы бөлмеге қамап қояды. Бел әкесін іздеп, әкесінің орнына мен алып қал деп құбыжыққа жалынады. Құбыжық келісіп Белді алып қалады. Екеуі бірге кешкі ас ішіп, кітап оқып, бірге жақсы күндерді өткізеді. Құбыжық Белге гүл береді. Бір күні Бел құбыжықтың мейірімді жүрегін байқағандай болып, оған мейірімді көздермен қарайды. Кешке жақын екеуі вальс билеп, жақсы күндерді өткізеді. Бір күні құбыжық қолын жарақаттап алады. Бел оның қолын емдеп береді. Осылай олар бір-біріне жақындай түскендей болады. Бірге далада қар атысып ойнап, жақсы күндерді өткізеді. Сиқыр жойылып, құбыжық адамға айналады. Ханзадаға айналған соң Бел екеуі үйленіп, үлкен той жасалады. Екеуі бақытты күндерді кешеді. Бел әкесімен қауышып, сарайда ханзадамен бірге қалады.